Starlink туралы айтсаңыз дейді. Блэкман. Блэкман Starlink ол Элон Масктың ойлап тапқан бір тың тапқырлығы. Бұл Элон Маск деген жігітті кейде шынында өзі марсиан ба, бір жат жұлдыздық па деп ойлайсың. Кеше бір жаңағы жолдасымыз айтады, Элон Маск құдай біледі, осы қолдан жасалған ең керемет генмен, ең керемет денкілермен жасаған адам емес па деп. Құдай біледі оны. Элон Маск Starlink дейтін затты ойлап тапты. Марсқа ұшатын кемені ойлап тапты, PayPal'ды ойлап тапты, Zip'ті тапты, тағы бірдеңке анау мынау жеке өз аспанға спутник ұшыратын жер шарындағы бірінші адам. Оның ұшырған спутнигінің сандай спутникті Америка мемлекеті, Ресей мемлекеті, Совет одағы мемлекеті ұшыра алмаған. Starlink төменгі кеңістіктегі спутниктер тұра алатын, яғни жер шарының тартылыс күшін жеңіп тұра алатын ең төменгі шектегі спутник. Бірақ біздің ұшақтарымыз жете алмайтын. Бірақ спутник, арғы спутник тұратын емес, бергі, ең төмен, одан бері қарай жақындаса, жер шарының тартылыс күші жеңіп кетіп, спутник жерге құлап кетеді. Анау тура соның ең төменгі бергі шегін тауып, спутнигін соған апарып қалқытып қойды ғой, жер шарын айналдырып. Бұл енді Starlink деген сол әуеден тіке Wi-Fi таратып отыр. Бүкіл жер шарын қазір Элон Масктың жеке өзі ұшырған спутнигі қамтып болды. Енді қазір бұл сол спутниктен тіке интернет қабылдайтын телефон табамын деп жанталасып жатыр. Егер ондай болса, мына бүкіл жер бетіндегі мына интернет тарататын компания, мына ұялы телефон компаниясының бәрі банкрот болуы мүмкін. Неге? Қазір Элон Масктың Starlink'нен таратқан Wi-Fi-ды жер бетіне арнайы бір қондырғы қойып, сол қондырғы арқылы Wi-Fi таратып жатыр. Мысалы, Ресей Украинаға басып кіргенде Элон Маск өзі шауып барды. Мен Украинаға Wi-Fi таратам деді. Зеленский окей деді. Неге? Ресей бір нәрсені ойлаған жоқ. Олар Украинаның бүкіл кабельдерін атып тастады. Бүкіл телекабельдерді спутник арқылы бір-бірімен байланыстыратын мұнараларды атып тастады. Яғни Украинада бір электр желісіне, энергия желісіне, астық қамбаларына, сосын әскери базаларға, сосын мына телекоммуникация орталықтарының бәрін атты да, енді украиндар бір-бірімен қатқабар алысамай отырады деді. Дәл сол кезде Элон Маск алды да бүкіл Украинаның төбесін интернетпен қамтып, украиндар аспаннан келген Wi-Fi-ды тіке ана жабдыққа, жер бетіндегі жабдықты орнатты. Ол жер бетіндегі жабдық кімнің? Элон Масктың Starlink'тен интернет алды. Starlink'тен алған интернетте жаңа жер бетін орнатқан жабдық украиндердің телефонына тіке таратып, қазір украиндер сонымен телекоммуникациясын сонымен іске асырып отыр. Ал бүкіл Украинаның дроны, бүкіл ана түсірген видео, бақылау, ұшырған дрондар, ана бақылаушы, барлаушы жүйенің барлығы сол Элон Масктың интернет арқылы істеп отыр. Енді бұл Элон Маск деген жігіт өзі Американың азаматы, Канаданың азаматы, Оңтүстік Африканың азаматы, қалтасында 3 паспорты бар. Бұл енді таңғажайып жігіт, өзінің тағы артынан былығы үзілмейді. Анау бір пираттың фильмін істейтін, көзін бояп алатын, былған еткен әне бір сүйкімсіз әртіс бар ғой. Оның қатынымен дау болып, ол ажырасып жатыр. Онымен бұның бір былығы, ол сотқа куә бола ма, үй бір қонақ үйде бірдеңке болып қалған ба. Бұл бытқып жүреді әйтеуір. Сосын бұл енді қазір өзім президентте сезінеді. Неге? Ол президенттерден арман күшке қуатқа ие. Элон Маск. Егер ол Украинадағы интернет тоқтатса, соғыс мүлде басқа бағытқа тарайды. Бет алып кетеді. Ол бүкіл Қытайды қорқытып отыр. Неге? Қытайдың кеңістігінен Wi-Fi таратса, онда бүкіл Қытайдың мына батыстық медианы тосып отырған, YouTube'ті, Facebook'ті, Twitter'ді, Instagram'ды тосып отырған Қытайдың интернет қорғаны тасталған болады. Ол бүкіл Tesla көлігіменен Қытайдың электр көлік нарығын жаулап отыр. Ол Элон Масктың Tesla көлігін Шанхайда зауытын құрғызу үшін Қытай шетел инвестициясы туралы заңын бұзды. Бұл барғанда Ши Цзиньпин қарсы алады. Бұл барғанда Қытайдың премьер-министрі қарсы алады. Бұл барғанда президенттері қарсы алады. Бұл өзі қысқасы Элон Маск деген империя құрып, өзі сол Элон Маск деген империяның бірінші императоры болып отыр ғой. Бұның территория жері жоқ, бірақ бұл енді президенттің арман қуатты болып отыр. Міне, қазіргі ғылым білім осыған жетті.
Көрдіңіздер ма? Қазіргі ілім білім. Енді бұл artificial intelligent, яғни жасанды ақыл парасатты зерттеп жатыр. Жасанды ақылды зерттеудің сұмдығы Элен Маск бірінші чипті мүгедек адамның миының ішіне орнатқызды. Оған рұқсат сұрады. Америка рұқсат берді. Ана қол аяқ қозғалмай қалған бірінші мүгедектің басына чип орнатуды бастады. Ал ол чип орнатылса не болады? Чип орнатылса, біреулер айтады екен Серікжанның миына чип орнатылған деп. Өткенде соны бір бауырымыз айтқанда шек сілем қатып күлдім онда. Менің басыма чип орнатылған болса, онда Элен Маск, онда ол не істеп жүр онда? Менің басыма кім орнатып қойып? Өзім алып чипті ашып өйтіп, жерін жыртып тығып алдым ба мен? Неше дұрыс сөз бар. Енді істеліп жатыр бұл. Басқа чип орнату енді істеліп жатыр. Ол ана қол аяғы мүлде істемейтін адамға орнатып, жасанды қол, ана басындағы чип басқарады, жүргізтеді. Енді ол деген сөз басқа болып барады. Енді қазір не эмбрионды кәдімгі ыдыстың ішінде адамдарды қолдан жасаудың жоспары жүріп жатыр. Ең озық денелерді, еркектен әйелден 23 хромосоманың ең озығы, рәгі жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ, ең озықтар жасап, енді болашақта біз телефонымызбен отырып, жаңағы өзіміздің ұрпағымызды өзіміз таңдауымыз мүмкін. Мысалы, математикаға ең, спорттық жағы ең, мынада көңіл күй, психикасы ең дұрыс, мынау мысалы. Адамдар кетіп бар. Мүмкін ертең әскерді, жаңағы шаршамайтын, ауырмайтын, қайғырмайтын, арақ ішпейтін, ой қойшы деп жалықпайтын, кәдімгі қару бересің, атады, бірақ одан көп артық нәрсені ойлай алмайтын, жарым-жартылай мүгедек, тамақ ішеді, жатады, жүреді, қару бересің, атасың, мені ат десең ата, сондай зомби сияқты әскерлерді қолдан жасап шығуымыз мүмкін. Мысалы, Boston Dynamics дейтін Американың компаниясы бар. Осыдан 15-16 жыл бұрын кәдімгі роботтарын жасап шықты, есек жасап шықты, ит жасап шықты. Оның иттері дегенің КамАЗ сүйрейді. Оның жасаған робот адамдар секіреді кәдімгі, жүреді, тау, тас анауыларда. Ана иттер деген жартастардан өрмелейді. Енді сен осы роботтарға төбесіне бір камера, бір пулемет қойсаң бітті ғой. Соны жасаған адамдар бір камера, бір пулемет қоюға соның милар жетпей тұр ма? Жетіп тұр. Ендігі адамзаттың баратын бағыты сол фантастикалық фильмдерде болатын осы роботтық соғыстарға кету әбден мүмкін. Оны бір Құдай біледі, біз білмейміз. Ай, жақсы қалың елім қазағым, бізде түнгі сағат, түстен кейінгі сағат 3 болды, 11 июнь. Сіздерде түнгі сағат 0-ден 1 минут кетті ғой деймін, 12 июнь болды. Сондай ма? Дәл қазір бізде түстен кейінгі сағат 3-тен 1 кетті. Сіздерде түнгі сағат 0-ден 1 минут кетті, 12 июнь. Мен де демалайын, сіздерде демалыңыздар. Мен 102 минут сөйлеп қойыппын. Аман сау болыңыздар. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Бөлісіңіздер, таратыңыздар.